Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге Алишер. Мен қазір күніге 15-20 мың теңге тауып жатырмын. Және жасым 15-те, жалпы осы күніге қалай 15 мың теңге табу қажет, осы туралы айтып кететін боламын. Енді жалпы мен осы кезге дейін сату маманы болдым, ютубер болдым, маркетолог, таргетолог, бәрін болдым. Жалпы бірақ көбінесе маған пайдасы тиген осы сату маманы мен және ютуб. Осы арқылы мен біраз ақша таптым да. Прям көп пайдасы тиді деп айтсам болады. Мысалға сату маманы болып примерно 2 жылда істедім. Бір үлкен бір компанияға кірдім, саттым, курс саттым, тағы товар, мына заттардың бәрін саттым да. Сол примерно ең көп дегеннің өзінде айына 350 мың теңгедей таптым ғой, бір айдың ішінде 350 мың. Ол кезде жасым 15-те, қазірде 15-те ешқандай айырмашылық жоқ енді. Енді жалпы 350 мың айына үйде отырып оқушыға 15 жастағы балаға это просто нереально бір сөзбен айтқанда да. Қазір үлкендердің өзі айына 250, 150, 100 мың теңге табатындар да бар да. Ал бірақ мен үйде отырып таптым да 350 мың оқушы болып да. Ал енді басында бір үлкен бір компанияға кірдім, жалпы сату маманы болып, ол кезде дұрыс опыт болған жоқ, дұрыс сөйлесе алмай дегендей да. 2 жылдай істедім осы компанияда. Басында мүлдем дұрыс сөйлесе алмайтын, дірілдеп дегендей, енді түсінесіздер ғой өздеріңізде да. Жалпы дұрыс сөйлесе алмадым. Басында үлкен қиындықтар болды, прям көп қиындықтар болды. Сосын жаймен ешкім үйреткен жоқ, біріншіден маған ешкім үйреткен жоқ. Чисто өзім клиентпен сөйлесу арқылы опыт жинап, қазіргі деңгейге жеттім. Осы соңғы 2-3 айдың ішінде мен кәдімгідей общий компанияға түскен табыс примерно 4-5 миллионға дейін жетті. Чисто менің арқамда, және основатель, оның атын айтпай қояйын. Вот соның арқасында қазіргі айына табыс компанияға 3,5 миллион, 3 миллион, 2,5 миллионға жетті. Өткенде айтады маған, жаңағы основатель компанияның айтады, мен саған 3 күн уақыт беремін дейді да. 3 күннің ішінде маған 300 мың теңге тауып берсең, соның бір теңгесіне тиіспей мен саған барамын да, наличкаға ноутбук сатып алып беремін дейді да. Ананың ішіне мен кіріп кеткен ғой, күні-түні клиентке хабарласам, күні-түні клиент, үйде отырсам, тамақ ішсем, туалетте отырсам да тіпті клиентке хабарласам да. Вот солай мен 3 күннің ішінде примерно 350 мың теңге таптым, наличка қолма-қол. Айтам, что там, брат, не қылды, 350 мың теңге таптым, мәлім де алдына лақтырам. Что там, кеттік пен ноутбукқа дейді да, ана шок қой, қалай таптың дейді да, 350 мың қалай таптың дейді да маған. Енді брат, мотивация болды дегендей болды да, 350 мың теңге алдық, резко бардық та, наличкаға ноутбук сатып алып келдік та. Нереально да, бір сөзбен айтқанда. Сосын ана кісі айтады, жалпы, енді Алишер, жалпы мен саған ноутбук сатып алып бердім дейді да, енді машинаға жинақ дейді да, 2,5 миллиондай. Сосын давай мен саған өзімнің процентімді беремін дейді, келістік, пұтыр қанша, 1-2 аптаның ішінде 2,5 миллион таптық қой, бір сөзбен айтқанда. 2 аптаның ішінде 2,5 миллион. Барды, қайттан наличка берді, сатып алды. Сосын күнделікті сол 10 мың, 15 мың теңге, 20 мың теңге тапқан кездер болды. Бір күн айтады, мен компанияны жабайын деп жатырмын дейді да. Компанияны жабам, сен өзің біл, менімен бірге істейсің ба, істемейсің ба дейді да. Сосын компанияны жабам деген, мен шок му, шын ба, өтірік ба деген дейді. Өйткені мен сол арқылы нанымды тауып жүрмін ғой, күнделікті ақшамды, күнделікті расходымды жауып жүрмін да. Шок болдым, басында сенбедім. Бір қарасам, сториске салған, компания жабылды, курс сатылмайды, ешқандай болмайды дейді. Мен шын ба деп хабарлассам, кәдімгідей шын екен да. Толықтай компанияны жауып тастаған, ешқандай курс сатылмайды, тіпті қарыздарға дейін кешірген екен да. Сосын айтады, что там не қылды, істейміз ба, істемейміз ба бірігіп деп маған сұрақ қойды. Сосын мен ойлана келе, жалпы біраз опыт болғаннан кейін өзім бөлек шығып кеттім. Бөлек шыққаннан кейін менде біраз опыт болды. Біраз опыттың арқасында сату маманы бойынша 10 адамға сабақ бердім, жеке өзім. 15 жастағы бала 10 адамға сабақ берді. Енді оның арасында 45 жастағы үлкен әйелдер болды, 20 жастағы үлкен әйелдер, ағалар болды. Соларға әрқайсысына 10 адамға сабақ бердім. Сабақ бердім де өзімнің расходтарымды тағы жауып, кішкене кеш, яғни ақша жинадым. Сосын енді жаймен жүріс тұрыстан кейін енді ақша бітеді, дұрыс па? Ары қарай енді не істеуім қажет деген сұрақ пайда болды. Ойлана келе, ютубқа бір тегін видео салдым, Pindoda туралы да. Жалпы Pindoda туралы қалай тіркеледі, қалай карточка тіркейді дегендей. Сол туралы салдым, жалпы жақсы сөйледім, жақсы көтөрекшін жасадым, яғни өзімнің инстаграм парақшама жарнама жасадым. Сол арқылы бір қарасам, жаңағы видеом атып кеткен ғой, қанша күнделікті күнде қанша 500-600 адамдай көреді да менің видеомды да. Қарасам, инстаграмды қарасам, күніне инстаграм дайректке 10-15 адам жазған ғой. Шокпын мен, масқараны, действительно. Енді жалпы менде басқа конкуренттерім көп қой. Масқара айырып тұрғандар бар ғой, бір сөзбен айтқанда конкуренттерді. Солардың арасынан резко бүйтіп суырылып шығып, алдыға шығып кеткен ғой мен.
И қарасам қалай ол обычный про деп видео десем, и мен сол кезде жақсы сөйлеп, жақсы түсіндірген екенмін. Комментарияны ашып қалсам, мә рахмет, күшті, керемет, жақсы түсіндіргенсің, молодец деп маған жазған екен да. И ары қарай маған мотивация болды. И енді инстаграмға жазған адамдарға мен ары қарай сатуым керекпін да. Бұл жерге де маған сатудың пайдасы тиді. Жалпы қазіргі таңда менің видео сабағым 3300 просмотр жинады. И дайректке маған сол 3300 адамнан примерно бір 100-150 адамдай жазды. 100-дің ар жақ бер жағы ғой. И сол 100 адамнан маған примерно 100 адамнан 20-30 адамға саттым ғой. Карго да, карго. Пиндода сабағын айтсам да болады да. И саттым, бір қарасам сатылып жатыр, 15 мың теңге таптым, 20 мың теңге таптым, 10 мың теңге таптым да. Құрдан босқа да, тамақ ішіп отырам, инстаграмға дайректке фык-фык сообщение келген, и бір-екі голосовой жіберем, и пақ ақшасын жіберіп жатыр да. И сөйтіп қанша 4-5 күн қатарынан біраз ақша таптым. И бір күні жаймен түсе бастайды да, 7-8 мыңға түседі. 6 мыңға түсіп кетсе, бір қарасам бір күн ішінде 5-6 мың теңге тапқанмын да. И ойлана келе скидка ұйымдастырдым жалпы андай да. Мысалға 10 мың теңгені саттым, мен сізге 50% жеңілдікпен 5 мыңға берем деді да. И бір-екі күннің ішінде қайтадан көтеріліп кетті, қайтадан түсті. Жалпы скидка адамдарды онша қызықтыра алмады да. И мен айттым резко. Мен ол кезде арзан бағада саттым ғой, примерно 2 мың мен 5 мың теңгенің арасында да. И мен бүйтіп айттым клиенттерге, жақсы бір преимуществом болды да менде, басқалардың ойына келмеген нәрсе да. Айттым, короче, сабақтың бағасы 10 мың теңге дедім да, сабақтың бағасы 10 мың теңге. Бірақ бүгін жеңілдік, любой бағада, қалаған бағада ала аласыз дедім да. Қалтаңызда қанша теңге бар, соны маған бере салыңыз дедім да. И сізге қиналмай, риза болып сізге сабақты жіберемін деді да. И бір қарасам бір кісі, қалтамда 5 мың теңге бар, 5 мың теңгеге берші дейді да маған. Мен аяқта шоктым да, қалай ол? Мен вроде 5 мың теңгеге бұрында әрең сатып жүремін деді да. И 5 мың теңгені пақ етіп жібереді. И солай жаңағы 10 мың теңгелік сабақ, бірақ бүгін жеңілдікпен любой бағада, кез келген бағада ала аласыз дедім да. И солай 5 мың теңге, 6 мың теңге, бір қарасам 4-5 мың теңге түсіп жатыр. И жаймен жаңағы 15 мың теңге уже 25 мың теңгеге көтеріп кетті да. И ойландым мен енді жалпы бұл да бір тоқтайды ғой дедім да. Тағы да ютубқа бір тегін сабақтар түсіру керек, өзім инстаграм парақшама көктеу үшін, яғни инстаграм парақшамды жарнамалауым қажет дедім. И солай тағы да бір-екі видео сабақтар түсірдім. Енді алдағы уақытта ол туралы тағы да подкасттар айтатын боламын. Енді жалпы менде бір уайым болды, действительно, егер компаниядан шығып кетсем мен қалай ақша табамын деген дейді. Бірақ менде маған өзімнің қасиеттерім көмектесті, яғни сату маманы, YouTube деген дейді. Ол сол мәселелерді білу арқылы мен тағы да ешкімнің көмегісіз өзім ақша таба алдым да. И қазір де тауып жатырмын. Енді алдағы уақытта тағы да өзімнің жаңағындай оқиғаларымды, және қанша ақша таптым, қанша қаражат тауып жатырмын, оны осы YouTube'да подкаст ретінде немесе Instagram'дарда түсіндіретін боламын. Енді менің оқиғам қызықты болды деп ойлаймын. Тағы да айтатын боламын. Енді Досик, енді бір-екі ауыз сөз өзің қозғап кетсең. Жалпы YouTube'ға қалай келдің дегенде, сен менің ойымша ютуберсің ғой, YouTube маманы. Ол YouTube'ға қалай келдің, қай уақытқа дейін көтеріп кеттің дегендей да, енді бір-екі ауыз сөз айтып кетсең. Менің есімім Доспол, мен 19 жастамын, мен ютубермін. Мен күніне ютубтан $50-60 табамын, достар. Сонда мен айына $1000 табамын. Үйде отырып, кәдімгі бір бөлмеде отырып, айына $1000 табамын. Білесіздер, $1000 анау-мынау ақша емес, бұны басқа адамдар қиналып, андай стройкада анау-мынау табады, өздеріңіз білесіздер. Кәдімгі сағат таңертең ерте тұрып, күнде кеште келіп, мен соны бір бөлмеде табамын. Мен осы жайында айта кететін боламын. Менің басынан бір қызық оқиға өтті. Мен осы ютубпен айналысып жүргенде маған бір досым жазады. Че там, не хабар, не істеп жатсың деп айтамын. ютубпен айналысып жатырмын, нормально табыс тауып жатырмын десем, айтады да, тасташы ол ютубты, болмайтын нәрсе ғой, қиын ғой ақша шығару. Тым сложный дейді да. Өзің не істеп жатсың десем, мен сол инстаграмда біреулердің парақшасын жүргізіп, сол товарный бизнеспен айналысып жатырмын деді. И сол біраз уақыттан кейін біз сөйлеспей кеттік. И бір күн маған жазып тұрады. Бауырым, сен маған ютуб үйретші, мен ютуб басам бөліп жүр деді. Товарный не болды, ал товарный бизнесің не болды десем, ол қылады уақытша нәрсе екен, ол инстаграм деген. Сол маған ютубты үйретші деген. Сонда мен бұл жерде айтқым келіп отқан нәрсе, бір ақша табатын нәрсеге келдіңіз ба, сол жерде тұрақты болыңыз, яғни ақша тұрады. То есть ақша түсетін жерге сіз мықтап қадалып, сол жерден ақшаны шығара беріңіз, достар. Бұл жерде, достар, тағы да ютубтың мықты екенін айтқым келіп отыр. Себебі ютуб, инстаграм және де тикток жасамаған нәрсені жасады. Ол ютуб 2023-тің ақпан айынан бастап 1 миллион аспайтын шортс видеоларға монетизация қосқан болатын. Ал бұл видеоны өздеріңіз білесіздер, тикток пен инстаграмда бар. Ал
TikTok пен Instagram әлі күнге шейін монетизация деген нәрсені білмейді. Сондықтан да достар, бұл берілген мүмкіндікті пайдаланып алып, тезірек YouTube-ға шорт салып, тезірек монетизация қосып алыңыздар достар. Иә, өте дұрыс айтады дос. YouTube-пен айналысып жатыр, міне красавчик қолдап қойшы, міне айына қанша $1000 тауып жатырмын, серьезно. Иә. Мен өзім де YouTube-пен айналысқанмын, айына қанша бір $400-500 шығарғанмын менде да. YouTube действительно шынайы ақша төлейді, шынайы атақ шығара аласыз. Мен өзім осы YouTube-ға келместен бұрын осыдан YouTube-тан келместен бұрын менде андай кішкене YouTube-ға сөйлеу мәнерім 2 минуттан бітеді. Все. Жалпы достар, енді осылай Досик өзінің YouTube туралы айтып кетті, мен өзімнің сату маманы туралы, оқиғалар туралы айтып кеттім. Енді алдағы уақытта тағы да осындай подкасттар түсіреміз. Жалпы енді өзінің оқиған туралы толықтай айттым деп ойлаймын, мен де өз оқиғамды толықтай айттым деп ойлаймын. Жалпы видео ұнады деп ойлаймын. Міндетті түрде лайк басып, подписаться етіп кетіңіздер, тіпті комментарийға өзіңіздің басыңыздан кешкен оқиғаларды жазып кетіңіздер. Біз оған жауап беріп, алдағы уақытта подкасттарда сіздердің сұрақтарыңызға жауап беріп отырамыз. Енді сіздермен бірге болған Доспол және мен Әлішер. Жалпы бүгінгі подкаст ұнады деп ойлаймын. Алдағы уақытта тағы да подкасттар түсіретін боламыз. Қош, сау болыңыздар.